Саламатсыздар ма балалар? Диктантымыздың тақырыбы балық аулаған балалар. Мәтінді оқып беремін, мұқият тыңдап аламыз. Күн жылы еді. Балалар өзенге келді. Біраздан соң қатты жел тұрды. Аспанды бұлт қаптады, сіркіреп жауын жауды. Аздан соң жаңбыр құйып кетті. Балалардың үсті су болды. Олар ағаштардың арасына тығылды. Жауын басылды, күн шықты. Балалар қайтадан өзенге келді. Қармақ салды, балық ұстады. Кешке үйге қайтты. Оқушылар, диктантты азат жолынан бастап жазамыз. Күн жылы еді. Күн жылы еді. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Балалар өзенге келді. Балалар өзенге келді. Жаңа сөйлем. Біраздан соң қатты жел тұрды. Біраздан соң қатты. Жел тұрды. Жаңа сөйлем. Аспанды бұлт қаптады. Аспанды бұлт қаптады. Жаңа сөйлем. Сіркіреп жауын жауды. Сіркіреп жауын жауды. Жаңа сөйлем. Аздан соң жаңбыр құйып кетті. Аздан соң жаңбыр
құйып, кетті, жаңа сөйлем. Балалардың үсті су болды. Балалардың үсті су болды. Жаңа сөйлем. Олар ағаштардың арасына тығылды. Олар ағаштардың арасына тығылды. Жаңа сөйлем. Жауын басылды. Жауын басылды. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Күн шықты. Күн шықты. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Балалар қайтадан өзенге келді. Балалар қайтадан өзенге келді. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Қармақ салды. Қармақ салды. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Балық ұстады. Балық ұстады.
Жаңа сөйлем. Кешке үйге қайтты. Кешке үйге қайтты. Оқушылар, осымен диктантымыз аяқталды. Мәтінді оқып шығамын, жазған диктантты тексеріп алыңдар. Күн жылы еді. Балалар өзенге келді. Біраздан соң қатты жел тұрды. Аспанды бұлт қаптады. Сіркіреп жауын жауды. Аздан соң жаңбыр құйып кетті. Балалардың үсті су болды. Олар ағаштардың арасына тығылды. Жауын басылды. Күн шықты. Балалар қайтадан өзенге келді. Қармақ салды. Балық ұстады. Кешке үйге қайтты. Осымен диктантымыз аяқталды. Сау болыңдар.